сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздермен үй гүлдеріне, бөлме гүлдеріне қандай су құю керек, сол жөнінде сөйлескім келіп тұр. Сол жөнінде толығырақ айтқым келіп тұр. Және көп көрермен менен сұрайды, қандай су құю керек, қай уақытта суғару керек гүлдерді деп. Сол себепті мен толығырақ айтқым келіп тұр. Мына мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Мынау кәдімгі біздің колонкадан алынған су. Бұны бірақ 1-2 сутка тәулік бойы тұндырып қойып, сол судан кейін барып жылы күйінде комнатный температура, бөлме температурасында етіп, жылы болған кезде ғана құямыз. Ал мынау екіншісі, бұл жаңбырдың суы. Жаңбыр суы өте гүлдерге пайдалы. Бұның құрамында біз егерде колонкадан су алып, бұны тұндырып, 2 сутка, 1 сутка тұндырып, жылытып құйған кезде, мысалы, перекис құямыз дедім ғой, 1-2 тамшы 1 литр суға. Мынаның құрамында, жаңбыр суының құрамында ол бар. Ешқандай да перекис, ешнәрсе құюдың қажеті жоқ. Сол себепті жаңбырдың суы өте пайдалы. Мен жаңбыр жауған кездерде осылай баклажкаларға суға құйып қойып қоямын, және су құю керек кезде осыдан алып құямын. Және қыстың күндері қардың суын ертіп, жылытып құйған өте пайдалы үй гүлдеріне. Қардың суы, жаңбырдың суы, және егер олар жоқ болған жағдайда колонкадан су алып, оны тұндырып, 1-2 сутка жылытып, комнатный температура болған кезде содан кейін барып құямыз. Сразу бірден колонкадан алып құйса, оның тамырына зақым келеді. Себебі колонканың суында хлор бар. Соны ескергеніміз дұрыс. Және гүлге өзеннен, арықтан су алып құйған өте пайдалы. Речная вода деп айтып жатады. Ол құрамында көптеген микроэлементтер бар. Балдырлардың, солардың балықтардың жаңағы бөлетін оттегі қышқылдары барлығы гүлге өте пайдалы болып келеді. Сосын мен дәл осы сулардан құйып күніне 1 рет барлық гүлдеріме су сеуіп тұрамын. Барлық гүлдеріме су себемін. Барлық су туралы айтуым осы. Әр гүлге бір ескерте кететін жағдай, әр гүлдің өзінің су құю тәртібі бар. Біреуі суды жақсы көрмейді, біреуі суды жақсы көреді деген сияқты. Біреуге 2-3 күнде құйсақ, біреуге 1 аптада, мысалы, доллар гүліне қыстың күні 1 айда 1, жаздың күні 2 аптада 1 су құйған өте жақсы. Сол себепті мен әр гүлді түсірген кезде суды қалай құятыным туралы мен айтып өтемін. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Басқа да гүлдерім туралы көріп. Ұнаса лайк басыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.